Абай Құнанбайұлы 30-ші қара сөзі. Ей жүрегімнің қуаты перзентлерім, сіздерге адам оғлының мінездері туралы біраз сөз жазып ядкар қалдырайын. Ықылас бірлан оқып алыңыздар. Аның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы. Ғақыл, ғылым деген нәрселер бірлен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хәуәс, сәлим, һәм дән, денсаулық бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстазан болады. Талап ғылым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпен яки алдауменен үйірі қылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша қашан бір бала ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп, мәнфахат, дәфкі, мұзарратләрні айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе білсе керек деп үміт қылмаққа болады. Болмаса, ең болмаса ашала. Аның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналарды қиянатшылыққа салындырып алады. Соңынан молаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бәхра толмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хәтта иман итиқатқа да қиянат бірлен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмәлі таппағы қиынның қиыны. Себебі Алла тағала хақиқат жолы, хақиқат бірлен расты қиянаттың дұшпаны. Дұшпаны арқылы шақыртқанға дос келеме. Көңілде өзге махаббат тұрғанда халқылықты таппайды. Адамның ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтымақ бірлен табылады. Ол Алланың ғылымы емес.